bite my tongue, it's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, things happen for reasons that. Бүгін 14 ноябрь. Бүгін біз сызыларға отырамыз және де айлық тесттен өтеміз. Алдынан бері видеолар саламын ғой, эфирлер. Солай қалай өтетінін, не үшін жасайтынын соны түсіндіремін. Жалпы мен биологияны бітіріп тастаған едім, тамда, 10-дарда. Соны бітіріп тастағаннан кейін мен оны 20-дан 18 алдым. Жалпы айлық тест бүгін. Айлық тест болғандықтан мен жалпы 20 сұрақ болады. 20 сұрақтың жалпы 18-не жауап бердім. 5 сұрақ жалпы алдыңғы айдардан, алдыңғы апталардан. Мысалы біз аптасында 4, айына 4 апта бар ғой. Соның 5 сұрағы сол айлар апталардан келеді. Ал қалған 15-і осы аптадан келеді. Соған байланысты Қытай дайындалу жақсырақ болу керек. Қазір біз тарихтан дайындаламыз. Биіктеу салаңыз қалдырмай қарап жатырмын, көмек береді дейді. Асылхан әйтеуір басқа сені көрем всегда. Активный болып жүресің, молодец. Керемет сабақ болды, рахмет. Чё там, аға, чё там? 12-ден 7 кетті, а мен почти 2-де кіремін. Давай айтқанда дайындалу керек. Мен толықтай кітап талдадым. Бері көрініп тұрған шығар. Ровно 20 минут ішінде талдап шықтым. Музыка үстінде дейін басқа. Осы әйтеуір бәрі жақсы болды. Енді сізға примерно дайынмын. Тарихтан шықтым полностью. Енді тарихтан кейін қазір MC-ге дайындалу керек енді қазір. Қазір жылға қараймын да MC-ге дайындаламын. Басқа дайындалу мүмкін емес ау. Бірінші дегенде 4 килограмм қаттың мынау шықты төленді, 6 килограмм қаттың әрбір бағасын табыңыз. Қараңыз, бірінші барды оралды. Мынаны тексеру үшін қанша жол жүреді? Нақты өзен жолы су ұзындықтан 20%-ға артық. 6 қатарда барлығы ише алашпайды. Табыңыз. Алғашқы қатарға 10, одан кейін Достар, бітті мен толықтай наконец-то сатының бәр сатыларынан құтылдым. Бүгін қазір кеш болады. Осылай сатып тапсыру ужас болады. Мен почерім кешім сұрайым. Апай мынадан кешім сұрайым, кураторым ада осының бәрін тексереді айда. Где-то бір нормальный балл көрсетем, әйтеуір передача болды типа. Просто бір сөзбен шашақ кеттім соңғы жақтарына, өзімде шашадым. 1 сағат жарымдай өттік қой. До конца прям уақытымыз бәрін созып. Почти соңғы болып шықтым. Енді қазір тек қана планирование алды осыны. Сәл бұне шығарып тастау керек и все. Қалай қолданылған деген сұрақтарға жауап берді. 4-ші абзацта, яғни Ресейде бізде көңіл көтеруге, одан кейін Артюр деген мен басқа жаққа демала бастадым. Құттай болса да. Жалпы демалып отырдым бағадан бері. Но все-таки мен өзім жақсы көретін сағатын алдым. Баклажан сағат. Жареный баклажан. Ойбай. Но тема. Прям бомба. Еще самый любимый. Ойбай. Достар, мен қазір
толықтай бір затты шығарайын деп едім. Өйткені біз октябрь бастағандықтан сентябрь планым уже ескерді, и мен оған байланысты мен жаңа план құруым керекпін. И в принципе мен как көрсетемін бір затты, саған күшті алда қарай бір жыл бойы әдемі бір доска почета. Өзіме осындай календарь керек болады ма, и осындай мотивационный маған болады, Pinterest'те соны запечатлейтін. Бұйырса оны екеуін жауыстырамын. Мен қазір осы бар заттардың бәрін шығарып алдым. Қазір осындарын скотчтайын деп па. Ой алла, это еще бөлек история, ананы жабыстыру. Ойбай, мынаны емес. Ананы жабыстыру бөлек история жалпы. Бірақ мына телефон тұрғызуға вообще қиын болды. Вообще как көрсем, не қалай істегенімді, ондай фотомен қалай оны қойғаным, штатив сияқты еді. Вроде нормально. Нормально. Еще осындай конструкция істеймін ғой, осыны жауыстыру үшін тек қана. Спящая красавица ұйқыдан тұрды деп па. Так, бұйырса мен бүгін воскресенье болғандықтан мен қазір полностью уақытымды сабаққа бөліп жатырмын. Және де соңғы жерде демалып, осы видео монтаждап дегендей. Бірақ та мен қазір құдай бір өзімді ұқыт жасап алмасам, бетімді жуып, құдай бір душқа түсіп алмасам, құда болмайшы. Сабақтың соңында оқушылар мынандай студенттен келеді. Қыран бүркіт биіктікте қалықтап ұшу үшін оның екі қанатта жұмыс істеу керек дейді. Достар, мен толықтай бітірдім конспектті, MC-ді. Осы почти 2 сағаттың ішінде 6 бет деймін. 6 бет толықтай бітіп шықтым. Қарап шығу болады. Сол. Енді тек қана бізде келесіз. Қазір мен завтрак ішемін. Одан кейін жалғастырамыз. Так, достар, мен қазір биологияға жұмыс іске кірісіп жатырмын, жұмыс топтерге. Осыдан кейін қазір тарих жасаймын. Сәттілік. Достар, мен жұмыс топтерін деп бітірдім әйтеуір. Так, 1 сағат почти жарым оның бәрін жаздым. Әйтеуір жақсы етіп түсіндім тақырыпты. Алла дегенде 5 видео сағатты 2 сағаттың ішінде талдап, сықитып, осындай сықитып конспект жаздым. Так, міне. Жалпы осындай жасау, осыны конспект ету
вообще рекомендую емес осылай жазып өз қолымен түсінгенін бүйтіп жазып сол арқылы жалпы ойдан қылыңыз және де осы жерде түсінуіңіз прям четко түсінесіңдер. Совет. Енді қазір тарихқа өтсеңіз, содан кейін наверное кітап талдау күнінде эфир болады бұйырса. Сол Біздің кезекті тақырыбымыз қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы деп аталатын тақырып. Ендеше кеттік, бастаймыз. Билеушілерді тоғызулы хан деп атаған екен. Ендеше осымен біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Өмірге наразылық танытқанша мәнді өмір сүруге ұмтылыңыз. мен енді қазір СТ-ға дайындалып, қазір кітаптан дайындалатын химиядан, өткен ертең уже маған химиядан СТ. Достар, дегенде осы эфир талдап болдым, толықтай кітап талдадым, теорияның бәрін жаттадым вроде, былай да былай түсініп алдым. Енді тек қана қашыға алып, содан кейін уже СТ дайынмын. Енді осы понедельник шыққаннан кейін, осы видео понедельник шыққан деп отқандықтан соның бәрін көрсете алмайтын шығармын. СТ-ның балым тарихы, химиядан тек қана осы суббота күндердің дайындығын көрсетіп еді. Мен қалай суббота күнінің СТ-ларым қалай өтетінін жалпы түсінікті және позитивті и бір жағынан сендерге пайдалы болып тырыстым. Пайдалы болып үміттемін, в принципе, қалай болғанын білмедім. Бірақ сол мен қарап отқандарына және мен до конца қараған жандарға үлкен алғысым бар. Шексіз, алғысым шексіз былай айтсам. Бұйырса осы видеоны жақындарына, осы ұбт жолындағы таныстарына жіберіп болыңдар. Және де ешқашан өздерін сынбаңдар. Бұл уақытша қиыншылық болуы мүмкін. Ұбт жолы вообще ұзын екен біліп өтін, қиын екен түсініп өтін. Осы видеоны мотивация алып, сендер подписаться и лайк басып ұмытпаңдар. Алдыға айда осындай видеоларды жасап тұрып отырсам, осындай влог ұнаса, жалпы лайк басып және де комментарий жазып ұмытпаңдар. И мен осы жерде описаниеда қалдырып кетемін өзімнің телеграм каналымда. Телеграм каналға обязательно тіркеліп ұмытпаңдар. Телеграм каналға бұйырса мен көптеген заттарды саламын. И өзімнің конспекттерімді, и пайдалы гайдтарды болсын. В принципе, өзімнің өмірде влогтарымда болады. Күн сайын салып отырсам. Если ұнаса, бана айтып кеткен лайк, колокольчик, подписка, не комментарий, сұрақтарым болса. Ал бәріне пока.